намаз оқитын әйел адам жай намазы болмаса, ер баланың киімінің үстіне оқуы дұрыс па дейді. Жалпы қазақ салтында еркектің, ер азамат болған адамның киімін еш нәрсеге пайдаланбаған қазақ салтында. Неге? Мысалы, еркек жұмыстан келді, мейлі балаңыз келді. Сіздің көйлегін, футболканы жерге төсеп, пол жуып, немесе мейлі жай намаз қылу, бұл еркектің абыройының төмендігін көрсетеді. Еркектің киімін қазақ салтында ешқашан белден төмен түсірмеген сіздің анаңыз. Білесіз бе, мен сізге былай деп айтайын. Ұл баланың жөргегін осыдан сақтаған. Бейтіп, мына ұл бала ертең елге пана болып, қазақты жаугершілікті қорғаған, кәдімгі өзінің еркектік сүрейі, абыройы, духы дейміз қазірше айтқанда, аруағы биік болсын деп, анамыз еркектің киімін қыздықынан бөлек жуған, білесіздер ме? Неге? Өйткені еркектің ұлт, халық қорған, пана болады деген бұған сенім ұялатқан. Иә, намаз олы нәрсе. Бірақ жер бетінде не? Тряпка табылмай қалды ма не? Соншама балаңыздың киімін, немесе еркектің киімін қолданғанға. Білесіздер ме, мен сіздерге былай деп айтам. Қазақ салтында бар. Әйел адам еркектің ешқандай затын, баяғы апаларымыздың заманда, анадай магазиндегі нәрселер жоқ кезде даже соған қолданбаған. Білесіздер ме, жуып қолданса да еркектің нәрсесін, тіпті жөргегін бөлек жуған ұл баланың, қыз балалардан. Сонда айтайын дегенім, қолданбаңыз. Ешқашан еркектің сол киімінен басталады. Мен өткен кішкентай қыздарға айтқам, аяқ киімін, папаларыңыздың аяқ киімін жусын деп. Неден? Неге мамамыздікін жумаймыз? Неге папаныкін именно жуады? Осыны айтыңызшы. Сол кезде сұрақ қойдыңыздар ма? Мен әкелі қыз балалар бақытты болам десе, әкесінің аяқ киімін жусын дедім. Сол кезде сұрақ. Неге мамасының аяқ екеуін қатар жуса болмай ма? Жоқ. Именно әкесінкін жудым дедім. Өйткені әке сыйлап өскен қыз ертең жар сыйлай алатын халге жетеді. Күйеудің дәрежесін, мәртебесін төмен көтере болады. Сондықтан еркектің затын қазір қарай беретін болдық, тряпкаға бәрін жібереміз, пол жуамыз, саяқ жуамыз. Біз сондайға түсіп кеттік. Бірақ қазақ салтындағы бас киім, тақияны ешқашан қолданбаған. Содан кейін еркектің заты қанша тосса да жоғары қойған. Тіпті ең соңында түкке жарамай қалса көмген. Әйелі күйеуіне бола ма? Иә, аяқ асты болмасын деп, ысырап болмасын деп, әйел еркектің киімін киіп жүрген қаншама әйелдер бар. Алла разы болсын. Аналарымыздан көргенбіз соны. Еркектің аяқ киімін, күйеуінің киімін күткен әйел о дүние бұл дүниеде кейде мұқтаждық көрмейді. Біліңіздер, кімде кім қыз бала күйеуініге шыққанда күйеуінің киіміне, күйеуінің тіпті нәскиінің өзін қызғанса, соны ешкімге бермей, күйеуімдікі деп жуып, тазалап, құрмет қылса, бұл әйел бұл дүниеде ешқашан қиыншылық көрмейді деп айтылған. Сондықтан бұл құрмет болады. Өзі түгіл киіміне құрмет бар. Үйдегі полотенцияны қол, иә, бұл құрмет болады. Енді сәпсем бөлік шығарып өзінің бір демократияға, республика Конгоға көшіріп жібермеңіздер. Бірақ айтайын деген нәрсе бұл жерде мәселе тряпкада емес. Еркектің өзінің қалай десем болады. Еркектің өзінің вирусы, еркектің өзіне тән иісі, еркектің өзіне тән нәрселері бар. Қыз бала да өзінің үйдегі баланың полотенциясы бөлек. Өзі мектептен оқыған шығарсыздар, зубной щетка бәріміздікі бөлек-бөлек па? Жоқ, бәріміз бір щеткамен жуа береміз ба? Бәріміз бөлек шығар, сол бекер айтылған сөз емес ол. Совет үкіметінде анша-мұнша көп нәрсесі дұрыс өзі. Сондықтан мынау зубной паста бөлек болғаннан кейін әжетханадағы тряпка керек десе барлық нәрсесі бөлек болғаны жақсы болады. Сіздер солай жасаңыздар. Мынау әкеңнің затына тиме, әкеңнің затын ерекше қой, әкеңнің заты жерге түспесін деп үйретіңізші балаңызға. Ертең қызыңыз күйеуін бүйтіп алақанына салады. Рахметтен рахмет алып өтесіз бұл өмірде.